Желіде шұғыл мәлімдеме. Сәлеметсіз бе қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Алаяқтарға алданып қалған ақтаулық зейнеткер банкті сотқа берді. Ақтаулық зейнеткер алаяқтардың зардап шекті, бірақ ол қаскүнемдерді емес, төлем қабілеттігін тексерместен ірі көлемде кредит берген банкті сотқа берді. Кредит рәсімдеп депозиттегі ақшаны шешкен. Сәуір айында әйелге өздерін тәртіп сақшысымыз деп таныстырған белгісіз біреулер қоңырау шалған. Ол зейнеткерге өз қаржысын айлықтардан қорғау қажеттілігін айтқан. Кредит алуға тыйым саламыз деген желеумен оның телефонына зиянды қосымшаны орнатқан. Содан кейін алаяқтар оған 4,9 миллион теңгеге жуық сомаға онлайн кредит рәсімдеген. Оның депозиттік шотынан қосымша 2 миллион 758 мың теңге ұрланған. Осыдан кейін зейнеткер оның зейнетақысы 175.800 теңге болса да, банк қосымшасында өзінің атына ай сайынғы төлем 173.330 теңге кредит берілген анықталған. Сот зейнеткерді қолдамашы. Жәбірленушінің айтуынша, банк оның қаржылық мүмкіндігін дұрыс тексермей, қаржы нарығын реттеу агенттігінің ішкі тәртібі мен талаптарын бұза отырып кредит берген. Әйел кредит рәсімделіп жатқанын білмей, бейнетексеруден өткенін айтады. Банк тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігіне және прокуратураға хабарласқаннан кейін жәбірленушіге сотқа жүгіну туралы ұсыныс түсті. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Біз бақылауды жалғастырамыз.